Hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сіздер жәннатқа кірмейсіздер иман келтіргенше, яғни иман келтіргеннен кейін жәннатқа кіресіздер дейді. Сіздер толық иман келтіре алмайсыздар бір-бірін жақсы көрмейінше дейді. Қашан Алла үшін бір-бірімізді жақсы көрсек, сонда кемел толықтай иман келтіреміз. Өткеннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сендердің бірін өзіне жақсы көрген нәрсеңді бауырына, мұсылман бауырын жақсы көрмейінше толық иман келтіре алмайсыздар дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сіздерге бір нәрсені хабарлайын ба, соны істейтін болсаңыздар дейді, бір-бірін Алла үшін жақсы көресіздер дейді. Қараңдар, ол не деген уақытта? Афшус салам байнакум, өз араларында сәлемді жайыңыздар. Құрметті бауырлар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деген мағынасы саған Алланың тыныштығы, бейбітшілігі, Алланың рахметі жаусын деген дұға ғой. Біз бір мұсылманға сәлем беретін болсақ, біліңіз, одан кейін арада көре алмаушылық, жүректе кек сақтау, оны сырттан жамандау болмау керек. Біз біреуге сәлем беретін болсақ, ол сізбен оның бауырының арасында уәде. Қандай уәде? Арамызда ешқандай реніш жоқ. Біз бір-бірімізді алдамаймыз деген уәде. Мен сізді Алла үшін жақсы көрем деген уәде. Ал енді өкінішке орай кейде біз мұсылман бауырымызға сәлем бергеннен кейін оны арттан сөз айтамыз, оны жамандаймыз, оны көре алмаймыз. Расында құрметті жамағат, осы сәлемге амал қылайықшы, осы сәлемге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп айтқан уақытта осы сәлемге шынайы амал қылатын болсақ, бір-бірімізді жақсы көреді екенбіз. Алла үшін жақсы көреміз.